Әлеуметтік экономикалық даму мәселелері жөніндегі кеңейтілген отырыста Тоқаев өткен жылы тікелей инвестиция көлемі кейінгі 10 жылдағы рекордтық көрсеткішке жеткенін айтты. Президенттің келтірген дерегі рас па? Бірге зерттейік. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Тақырыпты тарқатпас бұрын керемет жаңалығымызды айта кетейін. Кез келген адамға арналған тегін 14 сабақтан тұратын онлайн фактчек академия курсына шақырамыз. Курсқа қатысу үшін пікірге академия деп жаз. Тоқаевтың кеңейтілген отырыста келтірген дерегі мынау. Да, в прошлом году был привлечен рекордный за последние 10 лет объем прямых иностранных инвестиций – 28 миллиардов долларов. Президент келтірген дерек рас. Ұлттық банктың мәліметіне сай 2022 жылы тікелей инвестиция көлемі 28 миллиард долларға жеткен, әрі кейінгі 10 жылдағы ең жоғарғы көрсеткіш. Дегенмен 2012 жылы тікелей инвестиция 28,8 миллиард доллар болғанында айта кеткен жөн. Енді келесі мәлімдемемен таныссақ. Однако наибольший объем вложений, более 43% от общей суммы, традиционно шел в горнодобывающий сектор, тогда как инвестиции в обрабатывающую промышленность составили всего 5-ю часть. Ұлттық банктың дерегіне сай, 2022 жылы келген 28 миллиард доллардың 43% кен өндіру мен карьерді қазу өнеркәсібіне кеткен. Одан кейін 5,6 миллиард доллар өңдеу өнеркәсібіне, 5 миллиард доллар көтерме және бөлшек сауда мен автомобильдерді, мотоциклдерді жөндеуге тартылған. Егер мақаламен толық танысамыз десеңіз, сипаттамада көрсетілген сілтемеге өтіп, оқи аласыз. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда.